Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жанынан құрылған ақпараттық ағартушылық штабының негізгі мақсаты халық арасында парасаттылық, ізгілік, адалдық пен адамгершілік ұғымдарын насихаттау, құқықтық сауаттылықты арттыру болып табылады. Өткен жылы қыркүйек айынан бастау алған жоба аясында қоғамға белгілі азаматтармен сұхбат құрып, зиялы қауым өкілдерімен кездесулер өткізілуде. Біздің қаламызда да түрлі тақырыптарды қамтып, штаб мүшелерімен сұхбаттар жүргізілді. Бүгінде аталған жоба аясында республикаға танымал құсбегі, атбегі ақсақалымыз, ұлттық спорт түрлері бойынша Қазақстанның құрметті қызметкері, еңбек ардагері, Шарапат Сауап корпоративтік қорының төрағасы Файзулла Бүркітбай ағамызбен қала жастары сыр сұхбатына жиналып отырмыз. Аға, қош келдіңіз бүгінгі сұхбатымызға. Бүгінгі сұхбатымыздың негізгі тақырыбы адамдықтың биік өлшемі ар абырой деп аталады. Ендеше алғашқы сұрағымыз аға өзіңізге. Мысалы, адамгершілік, адамдық деген көптеген құнды қасиеттер бар. Жалпы осы адам болу тұрғысында адамның өзі не істей алады және қандай қызмет атқарады? Рахмет. Мынау адамгершілік туралы әр адамның өзінің адам болып, толық адам болып, соның ішінде ер жету үшін адамның өзі де, оны қоршаған ортасы да, оның тәрбиелеушілері де, қоғам да, елімізде өздерінің ең үлкен саясатын жүргізіп отыр, және де соған көңіл бөлуге тиіс, негізгі көңіл. Соның үшін бір сөз бар ғой, біздің қазағымыздың айтатын, еститін құлаққа айтқан сөз, оған жаңағы алтындай қымбат. Естімейтін құлаққа айтқан сөз, жаңағы құны жоқ дүниеде. Сол сияқты айтылып жатқан тәрбиелік сөз, тәрбиелік мәні бар ұғымдарды көңіл қойып тыңдаған адам өзін толық адам, арлы адам ете алады. Сонда жаңағы сенің қойып отырған сұрағыңа байланысты адам өзі не істеу керек дегенде, оған сырттан келіп жатқан тәрбиелік мәні бар дүниені өждағаттыменен көңіл қойып, соған шын пейілменен тыңдап, соны өз бойына сіңіріп алу керек. Негізгі мәселе. Екіншіден, жалпы біздің халқымыздың өзінің ұлттық тәрбиесі бар. Тәрбиенің өзінің бір бет бейнесі, бір бағыттары бар, өзінің ерекшелігі бар. Сол ұлттық тәрбиені бойына сіңіру керек. Жалпы адам болып ер жету үшін адаммен адам қатынаса алатын болу керек. Біріңді қазақ, бірің дос санамасаң, дүниенің бәрі бос деген сөз, осы жаңағы адамдармен дұрыс қатынасу, солардың жақсы қасиетін бойына сіңіру деген адам болып ер жету үшін, адам болып қалыптасу үшін керек деген. Сол жаңағы әр адамның өзінің бойында істейтін. Ол бір. Екінші, жалпы толық адам болу үшін адам ақылды болу керек, алғыр болу керек, білімді болу керек, парасатты болу керек, содан кейін сабырлы болу керек. Ол сондай жақсы қасиеттері тағы да бойына сіңіріп отыру керек. Ол үшін адамға талап керек. Талапта ерге нұр жауар дейді ғой қазақ. Сондықтан әр адам, әр жас, әр бала, жаңағы мысалы өсіп келе жатқан, соның бәрін ең алдымен талапты, жаңағы жақсы нәрсені білуге талаптанады, сондай бір әдемі қасиет қалыптастыру керек. Енді қысқаша солай түсіндірдім. Адам негізгі тәрбиені отбасында алады, баршамызға белгілі. Яғни осы ұрпағыңызды өсіруде өз ісіңізді адал тәрбиелеп келесіз отбасыңызда. Енді сіздің ұлттық ұлықтаушы қазақ ұлтының үлгісі деп танимыз көбінесе. Енді өзіңіздің отбасыңызда атадан балаға беріліп кеткен бір ұстаным қағидаларыңыз бар ма? Сол жайлы айта кетсеңіз. Рахмет. Жалпы ең алдымен біз қазақпыз. Біз адамбыз. Біз адамның ішінде біз қазақпыз. Сондықтан әр қазақ
өзінің баласын, өзінің келешегін қазақ қылып тәрбиелеу керек қой. Бірінші адам болу керек. Мына қазақта тағы да бір жақсы сөз бар. Әкенің баласы болма, елдің баласы бол. Бір сондай бата бар ғой енді. Жақсы өсіп жетілу үшін, ол елге сыйлы азамат болу үшін ең алдыменен қазақи өзінің қалпын, қазақи ұлттық тәрбиесін баланың бойына сіңіру керек. Сонда жалпы біз былай түсінуімізге болады. Жай қазір біздің пайдаланып отырған мынау телефондарымызда программа бар. Бұл өзі сол программа осы телефонға арналған. Солай ғой. Сол сияқты жаратқан бізді қазақ қылып жаратқанда біздің миымыздағы жаңағы жүрілетін компьютердағы жаңағы нелер сияқты, байланыстар сияқты миымыздағы байланыстың өзі қазақша оқып, қазақша сөйлеп, содан кейін қазақша өмір сүруге арналған. Егер мысалы сен қазақ болып туа тұра орысша сөйлеп, орысша ойласаң, қазақша сөйлеп, қазақша ойлағаның ешқашан жетпейсің. Бұл өзі мынау ғылымда әбден дәлелденген дүние. Әсіресе педагогика ғылымында әр ұлт өзінің тілінде ойлап, өз тілінде сөйлесе, соншама жақсы жетістікке жетеді деген қағида бар. Осы ұстаныммен жалпы ата бабамыздан келе жатқан салт дәстүр, өнер, білім, осының бәрін өзінің ұрпағыма қалыптастыруға мен көп еңбек еттім. Сен өзің айтып отырсың, біз енді мынау атбегілік, құсбегілік дейміз. Енді оның бәрі кез келген адамда бола бермейтін бір ерекше бекзат өнерлер. Ең алдымен менің балаларым қазақ қоғамының ортасында өмір сүріп отырғаннан кейін, оны мен қазақ болмай қалады деп қорықпаймын. Бірақ сол қазақтың бойында болуға тиісті құнды қасиеттер, құнды жаңағы өнерлер, әдет ғұрыптарды ұмыттырмау үшін өз шамымша қызмет еттім. Қазір енді 2 балам бар, 1 қызым бар. 2 балам да мысалы құсбегі, атбегі, олардың қыр-сырын біледі, сол атпен шапқылап жүріп, құсын салып. Тиіс сондай бір жақсы бекзат өнерлер. Оны енді менің балаларым жақсы игерді. Біз енді тек қана соның артынан түскеніміз жоқ, балаларды білімді болдыруға да біраз күш салдық. Қазір қызым техника ғылымының докторы, о да мысалы өзінің бағытында жақсы жұмыс жасап жатыр. Ұлдарым әрқайсысы жоғары білімде, өзінің мамандығы бойынша жаңағы ұлттық өнерлердің сыртында қызметтерін жасап жүр. Менің өмірде артымдағы ұрпақтарыма берген осы тәрбие, осы жетістігім менің бақытым. Өте жақсы айттыңыз. Сонымен қатар бүгін біздің шарамызға Текелі қаласының жасындай жарқылдаған жастары келіп отыр. Жастардың да сізге қояр сұрақтары, тілектері бар деп ойлаймын. Ендеше жастарға кезек берейік. Сұрақтарыңыз болса ағамызға қойып. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Бүгін керемет сұхбат жүргізіп жатсыз. Сіздер жастарға деген пайдалы заттар көп айтып жатсыз. Енді мен сізге қоятыным бір сұрағым бар еді. Ар-ұждан тазалығы деген сөзді қалай түсінесіз? Ар-ұждан деген алдымен өзі ар деген сөз немене деп біліп алуымыз керек те біз. Қазақта тағы да бір әдемі сөз бар. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Сонда ар деген сөз жаныңнан да қымбат деген сөз бар. Тағы да бір Абай атамыздың айтатын бір сөзі, арыңды ақшаға сатпа. Ол не деген сөз? Ол жаңағы ардың таза болуын айтқан сөз. Жалпы ар деген дүниені біз айтқанда ар намыс, ар ұждан, ар ұят деген сөз тіркестерін білеміз барлығымыз, солай ғой. Сонда жаңағы ар деген сөздің өзі адамның намысына да, адамның ұжданына да, адамның ұятына да байланысты дүние. Немесе сен ұятың болу керек, ұжданың болу керек, намысың болу керек, соның үстінде тұратын дүние арың болу керек. Ардың тазалығы деген сөз, жаңағы айтқандай арыңды ақшаға сатпа деген. Ол
сен ақша тап, жан сақтағанша ар сақта деген тағы бір сөз бар мысалы. Сонда жаңағы жаның үшін немесе сенің тірлігің үшін сен арыңды сатып ақша таппа деген сөз ғой. Сонда ар деген дүние адамның бойындағы ең қымбат, ең жоғары ұстайтын үлкен қасиет. Бұның таза болуы деген әр адамның жүрегіне иман ұялаған, түзу тәрбиелі, өзінің бойындағы барлық қасиетін жақсылыққа жұмсай алатын, өзінің барлық жаңағы білімін, парасатын, іскерлігін, қызметін бәрін адамның жақсылығы үшін, өзінің жақсылығы үшін, қоғамның жақсылығы үшін жұмсай алатын адамның ары таза. Қысқаша солай түсіндім. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Адам өз арын сақтауына қандай қасиеттер көмектеседі деп ойлайсыз? Енді арды сақтау деген өте үлкен ұғым. Жай ғана айта салатын сөз емес. Бір сөз бар. Абырой айрандай төгілді деген. Абырой айрандай төгілді. Мен кейін тағы айтамын, анықтандырам. Сонда бұл не деген сөз? Бұл жаңағы ар деген өзі жаңа мен айттым ғой, ар деген абырой деген сөз. Ар деген абырой табатын негізгі критерий, негізгі қасиет сенің бойыңдағы. Ол абыройды төгу деген арыңды төккен деген сөз. Сонда ар деген дүние өте нәзік, өте бағалы, құнды дүние. Сондықтан абыройыңды, арыңды төгіп алмау үшін сен әрқашан сақ болу керек. Әрқашан өзің адами қалпыңды сақтауың керек. Ол төгілу әртүрлі жағдайда болуы мүмкін. Кейде байқаусызда сен ар абыройыңды төгіп алуы мүмкін. Енді ол Алла басына сондай бір тағдыр жазған болса аман алғанша. Кейде адамдар өзінің жасап жатқан ісінің теріс екенін біле тұра, соны жасайды да жаңағы абыройдан ардан айырылып қалады. Сондықтан абыройды сақтау үшін, ең алдымен арды сақтау үшін, ең алдымен ар деген дүние өте нәзік дүние екен, өте құнды дүние екен дегенді түсіну керек. Бір қазақта бұл туралы, ар туралы көп сөз бар. Арың төгілмесін дейді. Арлы адам дейді, арсыз адам дейді. Оның енді жаңағы қарсы мағынада. Арлы адам мен арсыз адам деген екеуінің ұғымын салыстырып көрсең, арсыз деген қандай жаман сөз. Солай ғой, бізге сондай бір жүрегімізге тас тигендей, сондай түсінік беретін, сондай бір сезім тудыратын сөз. Сонда арсыздық пенен арлылықтың екеуінің арасындағы жер мен көкте айырмашылықты біз түсінеміз. Арсыз болмайын деп болу керек деген сөз ғой. Сондықтан баршаңа, әсіресе жастар, арларыңды сақта. Ар сақтау деген дүниені біз ұлттық деңгейде де түсінуімізге болады. Жалпы адами деңгейде де кең түсінікте ойлауымызға да болады. Ол енді көп мағынада қарастыру керек дүние ғой, сондай. Оғым енді былай қарағанда философиялық бір категория ғой. Арды сақтау деген әсіресе біздің ұлтымыз үшін ешқандай дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Сақтау керек, болды, басқа ештеңе жоқ. Сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыздар. Сізге тағы бір сұрағым бар. Абай атамыздың пайда ойлама, ар ойла деген сөзін қалай түсінесіз? Жаңа да айттым ғой мен. Арыңды сатып ақша таппа деген мағына. Иә. Сонда жаңағы біз тірлік ету үшін арыңды сатып, қазір қоғамда әртүрлі дүниелер бар. Көріп жүрміз, естіп жүрміз. Кейбіреулер арын сатып ақша тауып жүр. Ол енді адамгершіліктен шығып кеткен дүние дейміз. Біздің жаңағы ана мамамның айтқан сияқты ол арсыздыққа апаратын дүние. Сондықтан ең алдымен адам болу
толық адам болу үшін мына бір адамның өзінің рөлі қоғамда. Бір адам жақсы болса, бір адам жақсы болса, онан кейін қоғам жақсы болса деген біріне бірі байланысты дүние. Сондықтан әр адам мен қоғамым арлы, ортам арлы, достарым арлы болу үшін өзім арлы болуым керек. Сондықтан мен арымды ешкімге сата алмаймын. Сөз ғой. Бір сөз бар тағы. Жігітке жар қымбат, намыс қымбат, ар қымбат деген сөз. Қазақта. Жар деген сөз, жар деген нәрсе, адам ғой. Жар деген адам, адамның өміріндегі, тағдырындағы өзіне ең жақын адам. Сен ішкі сырыңды да, сыртқы барлық болмысыңды да сол адаммен бөлісетін ең жақын адамды жар дейді. Солай ғой. Бұл жерде жарды тек жар деген ұғымда алып отырған жоқ. Жар деген бұл жерде саған байланысты сенің маңайыңдағы барлық адам, барлық табиғат, қоғам барлығын айтып отырған дүние. Жарығым бар. Саған жақынның бәрі қымбат деген сөз. Содан кейін жаңағы намыс пен ар қымбат. Соның ішіндегі парасаттау деген осындай биік деңгейдегі дүние дегенді айтады ғой. Саламатсыздар бұқтарға, бүгінгі шарамызға қош келдіңіз. Мен сізге қойғым келген сұрақ: өмірде адам абыройға қалай қол жеткізеді? Рахмет. Бағана басында айттым, ар намыс, ар ұждан, ар ұят. Осы үш негізгі ұғымды біздің өзіміздің ұлттық ұғымымыз, біздің қазақи сөз тіркесіміз, мыналардың барлығы. Осы үшеуін біз бойымызға сіңіре алатын болсақ, біз абыройда. Абыройға қалай жетеді бүгінгі? Енді осы үш қасиет сенің бойыңда толығымен бол, сен білімді болсаң, парасатты болсаң, сен жаңағы ақылды болсаң, сабырлы болсаң деген сияқты адамның бойында болуға тиісті барлық жақсы қасиет сенің бойыңда болған жағдайда еңбекқор болсаң, абыройға жетесің. Абырой да жаңағы мен жаңағы ар туралы айтқан сияқты, ол да нәзік дүние. Жаңағы бағанағы абырой айрандай төгіліп деген сөз қандай жаман, бірақ өмір бойы жинаған жақсылығың, өмір бойы жинаған сенің жаңағы құрметің, беделің бәрі бір күнде төгіліп қалды деген сөз бар. Қазақ айтады, қасықтап жинап, шелектеп төккен жер. Сондай сабырсыздық, сондай бір жаман ұғым. Сондықтан абыройды да сақтау үшін адам өз бойына барлық жақсы қасиеттерді жинай отырып, оны сақтау үшін кәдімгідей өзіне өзі тақауыр қойып отыру керек. Тағы да бір ұғым бар. Ар намыс деген, біз жаңа үш тіркесті айттым, ар намыс деген дүние сені алға жетелейді. Намысың бар болса, мен басқаның білгенін неге білмеймін, білуім керек. Басқаның жеткен биіктігіне мен неге жетпеуім керек, мен жетуім керек деген жаңа ілгерілейтін талпыныс сенің ар намысың болса керек. Ал енді ар ұждан деген бұл енді адамның жан дүниесінің бір үлкен байлығы. Сен тәрбиелі болсаң, сен мысалы өзіңнің бойында жақсы қасиеттерді, көзге көрінетін жақсы сұлулықтарды сақтай алған болсаң, сенің жаныңның байлығы, жаңағы ар ұждан дегенге осыған байланысты. Енді ар ұят деген. Біз балаларға бірден айтқанда ұят болады, жаман болады, обал болады деп айтамыз ғой.
жастарға жеткізіңіз деп шақырып отырған